Едишка. Бұл NL компаниясының баларға арналған витамины, дрожжи ягодные. Яғни құрт түсіреді деп составында айтылған. Менің составын оқып берейін. Дрожжи ягодные, happy smile едишка. Құрамы лактоза. Лактоза бізде не? Адамға пайдасы жоқ. Сахар. Ол да сахардың пайдасы жоқ. Порошок желтой малины дейді. Сухое молоко, цельное, порошок толинамбура, витамины А, Е, С, Д, В1, В2, В6, В12, ПП. Хорошо, фолиевая кислота, витамин В9. Сақтау мерзімі 24 ай. Қолдануға шаралары, яғни уақытсы 1-2-3 дрожжеден күніне қабылдау керек. Сақтау жаңағы условиясы салқын жерде, сухой жерде сақтау керек. Температурасы 0 градустан 20 градусқа дейін. Соотносительной влажности не более 75% депті. Противопоказания, яғни қолданылмайтын кездегі жағдай. Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Яғни жағымсыз болса, оны пайдаланбаған жөн депті. Салмағы 30 грамм. Дайындалған уақытысы мынау күндерін жазған. Дәмі орташа, қышқыл, яғни балдардың құртын түсіреді деген. Маған жалпы онша ұнамады. Себебі құртты түсіреді дейді, ешқандай құрттың түсіргенін көрген жоқпын. Жалпы NL-дің едишкасын алуға кеңес бермеймін. Составы да маған орташа ұнаған жоқ.